Құл базар. Ғалымбек Елубай. Жігіттер, жұмысқа барасыңдар ма? Я, не бересің? Далбандар не жұмыс деп сұрамайсыңдар ма әуелі? Бізге не жұмыс болса да бәрібір алдымен ақшасын айт. Үйімізде бір кәрат бар, соған қартылдама. Ондай мазақ әңгімең мұнда өтпейді. Сол атыңа шөпті өзің шайнап бер. О, шеше, сөздер сөз көтермейді тағы. Бір тамақ үшін жанымызды жалдап жүрген біздікі. Не жұмыс? Жер қазу. Ағас, тез қаш. Кімнен қашам? Посредниктер келе жатыр, әне, тұлпар сауда үйінің артында күт бізді. Машинаны қаумалап тұрған топты адам түк білмегендей кейін шегінді. Анандайдан алқынып жеткен екі жігіт шаң қауып қалды. Не жұмыс дейді анау, Ауди? Айлыққа қойшы іздеп жүр екен. Бә, айтпайсыңдар ма? Аюды салып жіберетін едік қой. Аю бармайды ау, деді кетікті сары шал, еріндегі насыбайын түкіріп жатып. Неге бармайды? Барады ол. Қатыны кетіп қалды. Пәтерден қуылды, бір апта болды, ішіп жүр. Мұндағылардың бәрінің қатыны кетіп қалғандар. Қайсы ішпей жүр дейсің? Аузыңа байқап сөйле, шал. Мысалы, мына мен татып алмайым. Мұнда жүре білсең, сен де бір күні жатып шесің. Посредник екеу келесі тоқтаған машинаға жүгірген орайда тұрғандар жапырылып тұлпардың артына жүгірді. Бұл топтың арасында кімдер жоқ? Жас та бар, жасамыс та бар. Алдымен жеткен екеу машинаға орғып мінді. Үлгермегендер айғап десті. Ал кетті қайда? Мен басқа кісілермен сөйлескен секілдедім негізі. Посредник келіп қалады, бол ағасы. Олар не істейді маған? Әрбірімізден 1000 теңгеден қағып алады. Не үшін? Осы жердің тәртібі солай. Машина орнынан қозғалды. Орыс жігіті жүргізіп келеді, жұмыс беруші бұларға мойын бұрды. Бә, бар ғой, ішім ашиды өздеріңдей. Қазақтың жігіттері питакта тұрғанын көрсем. Енді не істейміз? Қатын бала асырау керек, кредит бар дегендей. Дұрыс қой, дұрыс. Қазақтан құл жасап қойған анау көкелеріңді айтамын да, төбеге қарата сұқ саусағың шошайды. Енді не амал бізде? Бұйырған істейміз де. Жұмыс берушінің май басқан быртық саусағы әңгіме арасында қайта-қайта төбеге көтеріліп қалып жатты. Артқы салонда отырған екеу күңкете қалды. Аға, ақшасын келісіп алайық алдымен. Абырмай жігіттер, міне келіп те қалдық, алдымен жұмысты көріңдер, сосын келісесіңдер. Жүргізушіге қарады. Миша, осы жерден бұрылыс жасап тоқта. Машина Астананың ескі орталық көшелерінің біріне аялдады. Әйтеуір қаланың шекен автобус бар, шүкір, кешегідей қаңғып қалмаймыз. Көліктен түскен орта бойлы қозғарын айтты. Көлік артында лом, күрек, сыбыртқы бәрі бар. Соны түсіріңдер. Мынау жаяу жүргіншілер жолының жиегіндегі көгалды көріп тұрсыңдар ғой. Иә, ендеше қазір сол жерден өзім өлшеп берем. Тереңі 2, ені 1 метрлік шұңғыр қазу керек. 24 000 теңге берем. Аз болады аға. Аз емес. Жаңа питакты айтпадыңдар ма? Істемейміз деп. Басқа балаларды алатын едім ғой. Алғи да өстейсіңдер. Азырақ қосыңыз аға. Жер қатты болуы мүмкін. 25 давай. Келіспесіңдер жоланы, тайыңдар. Келдік қой, істейміз енді. Ендеше келістік. Нөмірімді жазып алыңдар. Болғасын айтасыңдар. Күн ыстық етті. Екі жігіттің бірі сумкасынан жұмыс киімдерін шығарды. Сенің жұмыс киімдерін қайда? Анда сумка көтеріп жүрсің, мен тисе береді, сосын ішімнен киіп алған. Қаланың жері тындырған жер, бәле бәтірдің бәрі бар. Қатты болмаса егет. Басқа салған көреміз, нарта өкел. Далда болар жер жоқ, ағаштар сирек. Екі жігіт көліктер ағылып жатқан көше бойында тұрып шешінді. Жасанды көгалдың шымын оп-оңай аршып тастаған екеу келесі де күрек батыра алмады. Кезектесіп ломырды. Таптаурын болған майда көк шағылдан ұшқын шашырайды. Әбден діңкеледі. Түс қайта өздері қазған шұңқырға дәрет сындырған екеу көгалдағы қайың түбінде отырып жүрек жалғады. Қастарынан өткен сұлу әйелдерге қарап отырып, біз қашан осындай қатын алады екенбіз? Жол бойындағы жарқыраған көліктерге қарап отырып, бізге қашан осындай машина бұйырады екен десті. Ас қайырып бет сипаған болды. Қолы ойылғаны күрекпен ауысты. Шұңқыр түбі балшықтана бастады. Су шығып кетті. Өлшіш, болып қалды шамасы. 1.80. Аяқ киімін шешкен біреуі ұраға секіріп түсіп, қап-қара балшықты сыртқа лақтыра бастады. 1.90. Жарап қалар. Су шықты деп айтармыз. Тоқтатайық. Бұрышыңырлайық. Иә, әдемі көрініп тұрмаса төлемей қиқықтайтыны бар бұлардың. Сен анаған хабарлас келе берсін. Екеуі қазылған шұңқырды әсемдеп тұрып қырнауға сүт пісірім уақыт кетірді. Өз жұмыстарына риза кейіпте жымиып отырып шылым тартты.
Басқа жерде де шаруаларым бар деген жұмыс беруші кешігіп болса да келді. Қазылған жерді көріп, жайраң қақты. Бәрекелді жігіттер. Жақсы жұмыс. Фото, видеоға алайын. Отчет беруім керек. Қане, андағы күректі шұңғырға тасташ. Тағы бір түсіріп алайын. Салыстырмалы болсын. Шұңғырды шыр айналдырып суретке алды. Оны әлдегімдерге жіберді. Әбеке, бітірдік деп жатты. Ал, жігіттер, енді мына шұңқырды жауып, көміп тастаңдар да ақшаларыңды алыңдар. Неге? Екі жігіттің көзі бағжаң ете түсті. Жұмыс бітті. Не үшін ақтер көктер болып қазамызды көміп тастауымыз керек? Әй, соғанда миларың жетпейді ғой, ертең мына шұңқырға біреу түсетті өліт, не мертігет, сосын басымыздан бәле арылама? Жоқ аға, неге қайта көметін шұңқырды көп сөйлемей көмде, ақыңдал. Тұрған орынды шыр көбілік айналған екеу 15 минутқа жеткізбей, азап топырағын өздері қазған шұңқырға атып ұрды. Мыналарың жөн болды, жігіттер. Еңбектерің адал, мә, алыңдар. Рахмет. Айтпақшы ертең тағы қазу керек. Келесіңдер ме? Рахмет, келмейміз. Өздерің білесіңдер онда. Екі жігіт көшенің қақ ортасында отырып, киімдерін алмастырды. Көшенің қақ ортасындағы аялдамада үнсіз отырып, автобус күтті. Соңы. Оқылған Қуат Ахметжан.